Кайрылы күн достар, бүгін өте оңай, дәмді болып шығатын манна пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны салып, үстінен қантты және де сұйық майды құямыз. Жақсылап араластырып, бұл массамызды бөлек алып қоямыз. Ал екінші массамызға жаңа ыдыс аламыз. Үстінен ыстық қайнап тұрған сүтті құямыз. Оған сары майды салып, сары май ерігенше араластырамыз. Енді манканы қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып, жарты сағатқа осылай қалдырып қоямыз. Міне жарты сағат өтіп шықты. Енді жақсылап араластырып, үстінен бірінші массамызды құямыз. Екеуін бір-біріне қосып, біріктіретін боламыз. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Енді үстінен ұнды және де разрыхительді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша осылай жасаймыз. Ал енді керекті формамызды дайындаймыз. Астына май жағып, үстінен бір ас қасық манканы осылай қойып шығамыз. Массамызды құямыз. 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. 15 минуттан соң пирогты бір ашып тексеріп қойсаңыз болады. Егер де сіз пирогыңыз көп, үлкендеу және де көтеріліп піскенін қаласаңыз, мен астына жазған құрамдарды 2 еселеп жасасаңыз болады. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Бетін қалауыңызша сахарный пудрамен, немесе жемістермен, шоколадтармен әсемдеп қойсаңыз болады. Өте оңай жасалынады және де дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын. Видео рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сау саламатта болғайсыз.